Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымның аты Диана Мұратқызы. Менің каналымда сіздер сабаққа байланысты көптеген әдіс-тәсілдерді көре аласыздар, үйрене аласыздар, таныс бола аласыздар. Сонымен қатар Pinduoduo Қытай сайтынан келген заттарға распаковка секілді видеоларды көре аласыздар. Ал бүгін біз таныс болатын сайт ол elorda-mektep.kz сайты. Бұл сайтқа кіру үшін Google-дың іздеу жолағына Елорда мектеп деп жазсаңыздар, осы сайт шығады. Ең бірінші шыққан сайттың ішіне кіреміз. Елорда мектеп kz сайты. Бұл сайт қандай сайт? Яғни бұл Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығының сайты болып табылады. Елордалық электронды мектеп болып табылады. Бұл жерде бірнеше бөлімдерден тұрады. Ол біріншісі мектепке дейінгі білім беру, жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, қосымша білім беру, арнайы білім беру, кітапхана, кәсіптік бағдар беру деген бірнеше бөлімдерден тұрады. Енді біз мысалға алатын болсақ, жалпы орта білім беру, яғни қазіргі уақытта мұғалімдерге, мектеп мұғалімдеріне қажетті сайт болып табылады. Бұл ашып көрейік, жалпы орта білім беру. Жалпы орта ашып көрдік. Енді бұл жерде бірінші тоқсан, екінші тоқсан, үшінші тоқсан және төртінші тоқсан, төрт тоқсаннан тұрады. Енді қазіргі уақытта жаз уақыты, сабақтың бітуіне аз қалды. Енді төртінші тоқсан, соңғы тоқсан ашып көрейік. Және де бұл жерде сыныпты таңдайсыз. Өзіңізге қажетті қай сыныпқа сабақ бересіз, сол сыныптың сабағын ашамыз. Мысалға, 5-ші сыныпта ашайық. Сыныпқа қош келдіңіздер. Және де осы кіргеннен кейін 5-ші сынып қай пәндерді өтеді, сол пәннің барлығы шығып тұрады. Мысалы, көркем еңбек пәні қыздарға, русский язык и литература қазақ топтарына арналған, Қазақстан тарихы, информатика, жаратылыстану, қазақ тілі, музыка, қазақ әдебиеті, дүниежүзі тарихы, математика, өзін-өзі тану, ағылшын тілі. Яғни 5-ші сынып өтетін пәндердің барлығы шығып тұр. Енді біз мысалға осы сабақтардың біреусіне кіріп көрейік. Мысалы, русский язык и литература. Ашу дегенді басамыз үстінен. Басқаннан кейін 5-ші сыныптың 4-ші тоқсанда өтетін барлық тақырыптары шығып тұрады. Мысалы, 75-ші тақырыптан бастап 98-ші сабаққа дейін, яғни тақырыпқа дейін. 98-ші урок повторение и систематизация. Мысалы, осы тақырыпты ашып көрейік, ең соңғы тақырыпты. Ашып көргеннен кейін бұл жерде сабақтың YouTube-дағы версиясы, яғни видео версиясы түсіндірілген. Сонымен қатар кеспісі бар және де презентациясы бар осы сабақтың. Мысалы, презентацияны басып көрейік. Презентацияны басқаннан кейін біздің компьютерімізге автоматически бұл сабақтың презентация түріндегі түсіндірмелі түрі презентация түрінде түседі. Енді ашып көрейік. Открыть. Мына, яғни русский язык и литература 5 класс учитель Нұртазина Гүлжазира Саттаровна. Яғни осы кісінің жасап шығарған 98-ші урокқа байланысты презентациясы. Яғни сіздер сабаққа пайдаланатын кезде іздеп отырмай, осы сайтқа кіріп, Елорда мектеп kz-ге өзіңіздің пәніңіздің тақырыбын ашып, қажетті осы жерден ашып өткізе берсеңіздер болады. Немесе осы жақтан өзіңіздің презентацияңызға материалдар, сабақтарыңызға қажетті материалдарды да алсаңыздар болады. Мына кеспісін ашып көрейік. кеспіді бізге басқаннан кейін автоматически біздің компьютерімізға сақталды. Енді открыть басайық. Мына кеспі бізде ашылды.
дайын электронды версиясы скачать етілді. Осы жақтан ала берсеңіздер болады. Сонымен қатар орыс тілінен бөлек бұл жақта басқа да пәндердің көптеген түрлері бар. 10-шы сынып үшін, 9-шы сынып үшін, яғни кез келген пәндерді ашып көре берсеңіздер болады. Мысалы, жалпы орта білім беру, басқа сыныпты таңдап көрейік. Мысалы, 4-ші тоқсан, 9-ші сынып үшін, мысалы, 9-ші сынып үшін ашайық. 5-ші сынып секілді, сол сияқты 9-ші сынып өтетін сабақтың барлығы осылай шығады. Енді мысалға география пәнін ашып көрейік. Ашуды басамыз. Қажетті пәннің астында ашу деген тұрады. Сол пәннің үстін басамыз. Мысалы 12-ші сабақ. Бұл жерде де видео түрінде түсіндірілген сабақ, сонымен қатар қымыжысы бар және де презентациясы бар. Қымыжын бассаңыздар, компьютерларыңызға автоматически скачать етіледі. Презентацияны бассаңыздар, автоматически өздеріңіздің компьютерларыңызға скачать етіледі. Осылай қажетті, егер сіз мұғалім болсаңыз, сізге осындай қымыжы, яғни презентация сабақтарыңызға қажет болса, осылай Елорда мектеп KZ сайтына кіріп, кез келген материалды алып пайдалана аласыздар. Осы әдіс, осы сіздерге ақпарат қажет болса және де пайдасы тисе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген басқа да қызықты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.